Құрметті қазақстандықтар, ұстаздар, ата-аналар, қазіргі таңда бүкіл әлеммен бірге біз Қазақстан Республикасында да пандемияға қарасты сырттай онлайн режимінде оқыту бағдарламасына еніп отырмыз. Қазіргі таңда осыған байланысты көптеген сұрақтар туындауда. Бірақ өз тарапынан айтарым, біз Талдықорған қаласының 15-ші мектебінде 4-ші Б сыныбында оқитын қызымның ойы бойынша және де менің ойым бойынша қазіргі бағдарламалар өтіп жатқан онлайн сатыда жасалған жүйелі бағдарламалар өте жақсы. Екінші жағынан айта кететін болсақ, өзіміздің ұстазымыз Кебекбаева Февалдықызының да беріп жатқан жүйелі сапалы сабақтарына байланысты менің балам ешқандай айырмашылықты әзіргі таңда қарастырып отырған жоқ. Сабақтарға жүйелі де жақсы дайындалу үшін әрине ата-ананың көмегі өте орасан зор. Сонымен қатар біздің ұстаздарымыздың еңбегіне үлкен алғыс сіздерге көп келеді. Балаларымыз әрдайым білімді өсті. Қайырлы күн. Мен Талдықорған қаласының номер 15-ші мектебінің 4-ші Б сынып оқушысы Мегменшан Диназмын. Қазіргі таңда біз онлайн сабаққа көштік. Сол себептен мен сіздерге өз ойымда айтқым келеді. Қазір біз Балапан телеарнасынан сабақ өтіп жүрміз. Балапан телеарнасынан сабақ өткен соң, біздің мұғаліміміз Кебекбаева қызымен ары қарай сабақ жалғасуда. Сол себептен мен сіздерге алғысымды айтқым келеді. Сәлеметсіздер ме? Мен Талдықорған қаласы номер 15-ші орта мектептің 4-ші Б сынып оқушысымын. Қазіргі таңда біз қашықтықтан оқып жатырмыз. Балапан телеарнасындағы сабақтар қызықты және түсінікті. Қашықтықтан оқыған маған ұнайды, бірақ мектепте оқыған жақсы. Мен барлық ұстаздарға алғыс білдіремін.